Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз кеше бүгінгі құрылымын келер шақта қолдану жолдарын білдік, ал бүгін бүгінгі құрылымын Present Continous Tense шағында қолданылу ережесін айтатын боламын. Бұл тақырып 5-ші сынып English Plus Students Book 99-ші бетте қарастырылған. Бүгінгі құрылымы Present Continuous шағында, яғни дәл қазіргі кездегі болып жатқан іс-әрекетті айтқанда қолданамыз. Жасалу жолына назар аударайық. Формуласы subject plus to be going to plus verb 1. Мысалға, I'm going to eat бешбармақ. Мен бешбармақ жеп жатырмын. Екінші мысал, I'm going to buy a new car. Яғни мен жаңа машина сатып алып жатырмын. Яғни дәл қазір болып жатқан процесті айтқанын көрініп тұр. Енді кеше біз to be going құрылымының келер шақтағы формасын өттік. Енді соған тағы бір мысал келтірейік. We are going to the mountain with friends next week. Біз келесі аптада достарымызбен бірге тауға барамыз. Енді бұл жерде процесс уже келесі аптада жағы болатын іс-әрекетті алдын ала жоспарлап отыр. Яғни біз келесі аптада тауға барайын деп жатырмыз достарымызбен бірге деп. Яғни жоспарланған іс-әрекетте алдын ала болатын мерзімі көрсетіледі. Яғни бұл жерде next week немесе next Monday деп мезгіл пысықтауыштар көрсетіліп жазылады. Ал енді астындағы exercise 1 бірінші жаттығуға қараймыз. Find the forms in the text message on page 98. Бұл жерде to be going to-дің болымды және болымсыз түрлерін жасалу формуласы берілген. Біріншісінде I am going to болады. Екіншісінде you are going to, he is going to, she is going to, we are going to, you are going to, they are going to. Бұл яғни болымды сөйлемде. Ал болымсыз сөйлемде жоқ, мен бармаймын деп айтатын болсақ, I am not going to, you are not going to, сендер бармайсыңдар. He is not going to, ол бармайды. She is not going to, яғни бұл қыз балаларға. Ол бармайды деп. Ал көпше түрде we are not going to. Енді мына жерде жақшаның ішіне мен қысқа түрін жазып қойдым. We are деп. We are not going to. You are not going to. They are not going to. Exercise 3. Complete the sentence with the correct words. David and Sarah are going to stay болады. For 2 days. I'm not going to go to tower. We are going to visit the library. You are going to spend a great time. He is going to watch a Kazakh film. Ал екінші жаттығуға қараймыз. Read and complete the text with the verbs use going to. Мына жерде мен алдымен vocabulary жазып қойдым. Сол vocabularyға назар аударайық. Мына тексттен келетін қиын сөздерді жазып қойдым. Visit бару, eat жеу, тамақтану, walk жаяу жүру, take алу, watch көру, tower мұнара, exciting қызықты, delicious дәмді, noodles кеспе, қамыр, entertainment center яғни ойын-сауық орталығы. Ал енді мәтінге назар аударайық. First of all, I'm going to take болады. Take you to a very high place. It's a tower and we are going to go up to the top. It's over 100 meters high. It will be very exciting. Next we are going to walk around the city.
Of course, you must try some Kazakh food, so for lunch you are going to eat besh barmak, yeah, and a delicious dish with meat and noodles. In the afternoon, we are going to visit an entertainment center shaped like a tent and watch a film. Осылай болады достар. Now exercise 4. Activate. Look at the tourist notice board and write 3 sentences about 3 activities. There is given the first sentence. Example, tomorrow we are going to boating in Ханшатыр. Осы жаттығуды жасамас бұрын мына структураға назар аударайық, қайтадан қайталап өтейін. I-ға am болады. I am going to, you are going to, he is going to, she is going to, we are going to, you are going to, they are going to. Енді осы жерде біз we are going to, қызылмен жазып қойдым. Осы структураны негізге ала отырып, мынаға жаңағы кестенің ішіндегі сөздерде сөйлем құрап шығарамыз. Енді қараймыз екінші сөйлемге. On Wednesday деп тұр, мына. Яғни сәрсенбі күні. On Wednesday at 10 we are going to, мына структураны қолданып тұрмыз. We are going to visit, мына visit the Peace Palace. Міне екінші сөйлеміміз шықты. Үшінші сөйлемде on Thursday we are going to walk around the city center. Төртінші сөйлемде on Friday morning we are going to up Бәйтерек Tower. Міне достар, осылай болады. Ал үйде дәл осы сияқты қылып мысалдарды көбірек жасаңыздар және сөздіктерді жаттап алыңыздар. Мына to be going to структурасының мынау to be'дің жіктелуін жаттап алыңыздар. Ал келесі сабақта осы to be going to'дің сұраулы сөйлемдері қалай жасалынады, соған тоқталатын боламыз.